Сәлем құрметті оқырмандар, мен сіздерге бүгін өте керемет ойындар дайындап қойдым. Бұл ойындарды 7-8 айдан бастап кез келген жастағы балаларға ойната беруге болады. Менің тіпті үлкен қыздарым да қызығып осы ойынды ойнаған болатын. Қазір мен сіздерге көрсететін ойындарым олардың ұсақ қол моторикасын дамытады, түсінігін қалыптастыруға көмектеседі, тіл дамуына көмектеседі, ойлау қабілетін, сөйлеу қабілетін арттыратын, зейін тұрақтылығын, усидчивость дамытатын, сондай бір өте күшті шығармашылық ойын, баланың фантазиясын да дамытады, және де моторлы жоспарлауға, пинцетный щипковый захват. Енді ол ойынды арт-терапия, тактильді жүйені дамытуға, шығармашылығын дамытуға, және жатар алдында, ұйқыға дайындар алдында, әртүрлі белсенді ойындардан кейін жүйке жүйесін тыныштандырып, бір отырып ойнайтын жай ғана жақсы ойындар. Ұйықтар алдындағы этапқа ойнатуға болатын өте керемет ойындардың бірі. Сондықтан арнамнан алыстамаңыздар, менімен бірге видеоның соңына дейін көріңіздер, және кішкентай балалары бар құрбыларыңызға, туыстарыңызға менің видеомда жіберіп қойсаңыздар болады. Менің каналым кішкентай ғана жас канал. Егер сіздерден керемет қолдау болатын болса, күшті пікірлеріңізді жазып, достарыңызға жіберіп, подписка жасап, тіркеліп, менің сіздер үшін түрлі видеолар салуға маған бір үлкен мотивация болар еді, және бұл каналымның сіздерге пайдалы екенін түсінетін едім. Достар, қараңыздар, менің қолымда осындай метрлік наклейкалар. Бұл наклейкалар өте керемет. Бұл баланы кез келген уақытта құтқарады. Айқайлап шыңғырып ештеңеге көнбей жатса, телефон сұрап жатса, самолетта ұшып бара жатсаңыз, машинада ұзақ жолға жүріп бара жатсаңыз, кез келген уақытта сізді құтқаратын керемет құрал. Мына наклейка, мынандай бұл осындай ыдыста келеді. Әрқайсысы, бұның ішінде әрқайсында 1000 немесе 1500 наклейкалар болады. Метрлік наклейкалар. Рулонымен мінекей көрдіңіздер ма? Мінекей, осы наклейканы сумкаңызге салып жүрсеңіз, кез келген уақытта сізді құтқарады. Бұл жерде әртүрлі суреттер бар. Мынаны үлкен қыздарға да пайдалансаңыз болады. Әртүрлі суреттер бар, және сөздер бар екен. Ал мына жерде мінекей маймыл, қоян, ит, сиыр, түлкі, шошқа, балапан сияқты жануарлар. Мына жерде панда, тигр, жабайы жануарлар, үй жануарлары болып бөлінетін сияқты. Мінекей аю, піл, панда, неше түрлі күшті суреттер бар. Осындай наклейкалар енді неше түрлі ойындарды құрастыруға болады. Бұл наклейкалар міндетті түрде сіздерде болу керек. Және де видео соңына дейін қарасаңыздар, мен сіздерге өте күшті сюрприз және де ұсыныс дайындаған болатынмын. Соңына дейін қарасаңыздар, шартты орындау арқылы осы наклейкаларды қалай тегін алуға болатынын түсіндіретін боламын. Енді бұл наклейкалармен қалай ойнау керек екенін сіздерге көрсетейін. Өзіңізге ұнаған вариантын алсаңыздар болады. Сізге керегі кез келген осындай ақ парақ. Балаға рулонын бере салсаңыз да болады, немесе осылай өзіңіз қалаған размерде балаға жыртып, қалған өзіңіз сумкаңызға салып қойыңыз, мынаны балаға бере салсаңыз болады. Яғни балаға, мына жерден кішкентай балаға ал, сал деп үйретуге болады. Немесе совсем кішкентай балаңыз болатын болса, кез келген қандай да бір затқа осыны жабыстырып, соны ал, жұлып алуды үйретсеңіздер болады. Мысалға, мынандай мен коробканың сыртына жабыстырып қойдым, мінекей шетін шығарып, соны бала жұлып алады. Яғни бұл ұсақ қол моторикасын дамытуға 7-8 айдан бастап ойнауға болатын. Осы ақ параққа наклейканы алып жабыстыруды үйретсеңіздер болады. Біріншіден алып, мына жерден қолмен қол икемділігін дамытып, ұсақ қол моторикасын дамытып, пинцетный щипковый захватты дамытып алуы, сосын мына жерге жабыстыру керек. Ол түсінік қалыптастырады, балаға. Мына жерде немесе точечный уже тапсырма беру керек. Мына жерде бірінші таныстырамыз, мынау ит, аф деп үрет, мынау сиыр, му дейді, мынау шошқа, мынау балапан деген сияқты таныстырып алдыңыз. Және де балаға, балам, балапан қайда? Балапан, міне, балапанды ал, яғни мына көп суреттің ішінен көру анализаторлар және есту жүйесі арқылы бала сол сіздің айтқан тапсырмаңызды алып орындауы баланың даму индикаторы болып табылады. Яғни ол сіздің өзіне обращенный речьті түсініп, тапсырманы орындап жатыр. Яғни соны алып, бетіп жабыстыру, ол жаңағыдай физикалық тұрғыда, моторлы тұрғыда, қол практисін дамытып, кестевой практис дамытып жатыр. Және де бір жағымен ойлау қабілетін, түсінігін және моторлы жоспарлау болып саналады. Ал мында жабыстыр деген тапсырма. Сондықтан өте керемет сенсорикалық тұрғыда да, өте керемет интеллектуалды тұрғыда да баланың дамуына
күшті ойын. Аламыз, мінекей жабыстырамыз. Қоянды жабыстыр дедік. Түлкі қайда? Түлкі міне, сиыр қайда? Міне сиырды ала қой. Сиыр не істейді? Сиыр мө дейді, дұрыс айтасың, сиырды ал. Қайда жабыстырасың? Бала өзі таңдап бір жерге жабыстыруда бала үшін шешім қабылдау болып табылады. Ол да бала дамуында өте маңызды рөл атқаратын функциялардың бірі. Бір ғана осындай просто алып жабыстырудың өзі қаншама баланың дамуын жүргізіп жатыр. Одан кейін сізде осындай парақта мінекей наклейкалар тұрады. Яғни баланың указательный жестін дамытамыз. Яғни балам, қоян қайда? Бала көптеген наклейкалардың арасынан именно қоянды тауып указательный жестпен көрсетеді. Ең бірінші сіз көрсетсеңіз болады. Міне қоян, енді баланың жасына қарай. Егер балаңыздың жасы үлкен болса, сіз тапсырманы қиындата бересіз. Сиыр қайда? Сиыр міне. Балапан қайда? Балапан міне деген сияқты бала көрсету керек. Яғни бұл мына жердегі көптеген суреттердің арасынан именно айтылған нәрсені естіп, қорытып, түсініп, көзбен іздеп тауып указательный жест арқылы көрсетуінің өзі үлкен даму жұмыстары жүріп жатыр. Сондықтан осылайда ойнатуға болады. Кез келген қағазды бүктеп, мына наклейканы сумкаңызға салып жүрсеңіз, машинаның ішінде, самолетта, ұшақта, кез келген жерде, кафе, ресторандарда беріп қойсаңыз, өте күшті. Және мына наклейкалар жабысқан жерінен ізін қалдырмай, спокойно жылынып алынады. Бала бұл наклейканы алып жабыстыра беруден жалығады. Енді алып жабыстырудың өзінде де біресе қағазға жабыстырдыңыз, біресе картонға жабыстырдыңыз, біресе шелектің сыртына жабыстырдыңыз, біресе қазанның сыртына жабыстырдыңыз, біресе қандай да бір кез келген куклаға жабыстырдыңыз. Фантазияңызға орай кез келген жерге жабыстыр деп тапсырма беріп, мынаны беріп қойсаңыз, балаға ол қызық. Яғни әр кезде жаңа нәрсе ұсынып отыруда бала үшін жаңа нейронды байланыстардың түзілуіне көмектеседі. Тағы да қалай түрлендіруге болады? Осындай қағазда сізде күшті наклейкалар дайын тұр. Оны алдыңыз. Үйде кез келген пластмассовый, осындай прозрачный ыдыс болса, менде мына енді стеклянный, желательно пластмасс түрін берген жақсы. Болмаса, осыны қолдансаңыз болады, бірақ аккуратны қолдану керексіз. Осының ішіне мен түрлі сыпучий заттарды салып қойдым, Осыны сенің үстіне қоясыз. Менде бала үшін арналған алғашқы моя первая кисточка, творческий наборы. Осындай әдемі кисточка бар. Баланың қолына ұстауына өте ыңғайлы нәрсе. Яғни балаға қол икемділігін, ұсақ қол моторикаларын дамыту үшін біз балаға менің 10 қадам балаларды жан-жақты дамытуға арналған өте керемет осындай легендарный курсым 10 қадам курсында барлық ақпаратты айтқан болатын. Сол жерде қатысып жатқан аналардың барлығы біледі, қол икемділігін дамытудың маңыздылығы туралы және оның сөйлеуге деген байланысы бар екен. Сондықтан балаларға түрлі осындай заттарды қолына ұстату өте маңызды. Ертең мектепке барғанда қол жазуда, сабақ жазуда, ойлау, сөйлеу жүйесі барлығы жақсы дамитын болады. Өйткені бізде алақанда нүктелер өте көп. Осы кисточкамен мынаны сүрту арқылы астынан жаңағы жануарларды тауып аламыз. Зебра, ой, мына жерде не бар екен? Іздейік, қарап алам. Астынан балапан шықты. Мына жерде не бар екен? Вау, мына жерде тигр бар. Мінекей осылай сияқты баланы қызықтырып ойнатамыз. Біз енді сыпучий заттармен, ыдыспен беріп әртүрлі тактильді жүйесін дамытып ойындар беріп жатыр. Мынау енді соның келесі этапы, қараңызшы, өте керемет. Яғни енді оны іздедік, астынан бәрін бетіп сыпыру арқылы астынан не бар екен қарап шықтық, оның барлығын атадық. Және де бұл жерде екінші тағы да бір этап, балада зрительный память дамиды, яғни жаңағы көріп шыққан жануарларды қайтадан сұраймыз. Есіңде ме? Жаңа сиыр, қай жерде болды? Яғни бала қай жерден тауып алған есіне түсіріп, сол жерден іздеу керек. Мына жерде зебра болды бізде. Балапан қайда болды? Балапан мына жерде болды. Яғни пространственный мышление дамып жатыр, бала деген қай жерде не орналасқанын көзбен есту жүйесін, көру жүйесі арқылы осындай күрделі даму процестері жүріп жатыр. Соны баламен ойнатсақ болады. Және де кисточкалардың менде түрлері бар.
Және де қараңыздар, мына кисточкамен тазалағанда басқа ощущение болады. Өйткені мынаның басы басқаша, ал мына жер ұстайтын жері басқаша. Мені 10 қадамда оқып жатқан қыздардың барлығы біледі. Хватательный рефлекс қол икемділігін дамытудың маңыздылығын және әртүрлі нәрселерді ұстатудың маңыздылығын. Бұл жаңа нейронды байланыстар. Әрбір нәрсені ұстап, әрбір нәрсемен жұмыс жасаған, ол жаңа опыт, жаңа нейронды байланыстар. Сондықтан мыналардың бәрінің ұстайтын жерлері басы да басқаша, мына жерлері де басқаша. Оның барлығынан бала түрлі опыт, түрлі сезімдер алады. Осы наклейкалармен тағы да қалай ойнауға болады? Арнамнан алыстамаңыздар. Құрметті достар, енді осы наклейкалармен, осы стаканчиктармен қалай ойнауға болады, соны көрсететін болады. Менде осындай стаканчиктар бар. Мен сіздерге әрқашан айтамын, осы стаканчиктарды бала дамыту үшін түрлі ойындар құрастыруға, қолдануға болады. Сондықтан міндетті түрде балаларыңызға үйде осындай түрлі стаканчиктарды алып қойыңыздар, пластмасса. Немесе мінекей мынандай стаканчиктар да бар. Олар да күшті. Оның барлығын қазір видео соңында сіздерге көрсетіп, айтып түсіндіретін боламын. Қараңыздар. Менде осындай қазіргі таңда 3 стаканчик бар. Осы стаканчиктардың төбелеріне мен мынандай наклейкалар жабыстырып қойдым. Мынаған сиыр, мынаған піл, мынаған қазір сіздермен бірге аюды жабыстырайық. Мына жерге мінекей аюды жабыстырып қойдым, е? Енді онымен қалай ойнаймыз? Қалай ойнатуға? Бұл енді 1 жас, 3 ай, 1 жас, 4 айдан бастап ойнатуға болатын ойындар. Біріншіден осы стакандардың астына қоямыз, е? Уже 1,5 жастан бастап балада түсінік қалыптасады, есте сақтау қабілеттері жақсы дамыған, осылай күрделендіріп ойнатуға болады. Ал оған дейінгі балаларға аш, жап, астында не бар? Аю, панда бар, мынаның астында не бар? Балапан бар деген сияқты ойната бересіздер. Ал жас жарымнан кейін уже есте сақтау қабілетімен жұмыс жасаймыз. Мына жерде не бар? Мына жерде аю бар. Аюдың астында не бар? Панда бар. Мұнан қара панда. Немесе қандай да бір, егер екі жануарды жаттау қиындау болып кетіп жатса, біреуіне доп салып қойыңыз, біреуіне тағы бір дене салып қойыңыз, зат какой-то, е? Но осылай пример ретінде мен сіздерге түсіндіріп жатырмын. Піл, мынау не? Піл. Ал пілдің астында не бар? Аш қара. Пілдің астында балапан бар. Мынау сиыр. Сиырдың астында не бар? Кірпі бар. Вау, кірпі. Ал енді балам, доп қайда болды? Доп. Ол есіне түсіріп, допа аюдың астында. Міне доп. Жарайсың. Пілдің астында не бар? Пілдің астында балапан бар. Немесе былай сұраймыз. Сиырдың астында не бар? Сиырдың астында кірпі бар. Мінекей осындай сияқты ойнаса болады. Немесе балаға біріншіден осы жерде аю, піл, мына жерде сиыр деген атауларды үйретіп жатсыз, е? Сиырдың астында не бар? Сиырды аш, көтер деп жаңағыдай, е? Сонда көрсетеді, сиырды аш. Міне ашты, астында не бар? Кірпі бар. Яғни бұл сөздік қорын көбейту, тіл байлығын дамыту, сөйлем құрау, түсінік қалыптастыру мақсатында ойнатылатын кішкене күрделі интеллектуалды ойын. Пілдің астында не бар? Пілдің астында күшік бар. Күшік бар. Балық бар мұнда, е? Бүл деп жүреді. Мынаған қара, гав. Иттің астында не бар? Иттің астында? Иттің астында доп бар. Сиырдың астында не бар? Сиырдың астында? Аю бар. Кішкентай аю. Бүл, балық қайда? Вай, молодец. Балық міне. Доп қайда? Гол дейтін. Доп қайда? Доп. Міне доп. Молодец. Артынан 2 жасқа қарай балаға сары түстерді үйреткен кезде. Сары стаканның астында не бар еді? Немесе қызыл стаканның астында не бар еді? Деген сияқты қылып, бір жағынан түсті үйретесіз, бір жағынан есте сақтау, көру арқылы есте сақтау жадысын дамытасыз, неке осындай қылып ойнатуға болады. Енді келесі қалай ойнатамыз? Қараңыздар, дәл осы стакандар, дәл осы наклейкалар, бірақ тағы да басқа тактика. Қараңыздар, мынаның ішіне мен маймылды жабыстырып қойдым. Мынаның ішіне мен сиырды жабыстырып қойдым. Мынаның ішіне сіздермен бірге итті жабыстырып қойып. Мінекей ішіне жабыстырдық. Енді не істейміз? Бұл жерде біз тағы да
сөйлеу қабілетін, сөздік қорын көбейту, ойлау жүйесін қалыптастыру, команданы түсініп орындауды, және де ұсақ қол моторикасын дамытамыз, және де тактильді жүйені дамытатын күшті ойын. Қараңыздар, бізде жаңа сыпучий нәрселеріміз бар, иә? Енді оның барлығын бір күнде, дәл бір моментінде бәрін ойнатып тастау керек емес. Бұл бір сіздерге просто осы наклейкаларыңызбен, осы стакандарыңызбен және үйдегі кез келген сыпучий заттарыңызбен қалай ойнатуға болады деген ойындарды сіздерге айтып жатырмын. Естеріңізге сақтап алыңыздар да, керек кезінде ашып жіберіп ойнатсаңыздар болады. Қараңыздар, не істейміз? Біз қазір баламнан қара, мынаның ішінде не бар? Ит бар, дұрыс айтасың. Мынаның ішінде не бар? Сиыр, дұрыс айтасың. Ал мынау не? Маймыл, жарайсың. Олардың қарны ашып қалыпты. Оларға тамақ берейік. Жарайды, тамақ берейік. Енді аламыз да, мінекей, қандай да бір кесеге ма, бір нәрсеге оңай алынатын, салынатын бір нәрсеге берсеңіз болады. Ішінен алады бала. Итке тамақ бер. Ит қайда? Бала іздейді. Ит қайда деп сұрадыңыз, ол ойланды, ит екенін түсінді, енді итті көзмен іздейді, естігенін көзмен іздейді, итті тапты, міне деп көрсетті, указательный жест, және де мінеге итке тамақ беріп жатыр. Қолмен де салуға болады, немесе ірі заттарды берсеңіздер болады. Мына жерде менде мысалға не бар, маш бар, иә? Машты суға салып қойсаңыздар түнде, таңертең ол сізге пророщенный болып жұмсарып тұрады. Ол пророщенный маш өте пайдалы, егер балаңыз жеп қойса, және қақалып қалмайды, ол жұмсақ болады. Мінекей осындай құралдармен балаға 2 жасқа дейін ойнаған жақсы, өйткені балалар жемейтіндер де бар, түсініп, жеп қоятындар да бар. Енді 2 жасқа дейін баланың аузына салу қызығушылығы ол норма болып есептеледі, сондықтан уайымдамаңыз, керісінше осындай жеп қойса зиян болмайтын, тамағына тұрып қалмайтын заттармен ойнатсаңыздар болады. Бір жолы қолмен салғызыңыз, осылай қолмен алып салғызыңыз. Енді сиырға береміз, енді маймылға береміз. Қолмен сал. Келесі жолы қасықпен пайдалансаңыздар болады. Қасықпен аламыз, қасықпен енді сиырға береміз. Молодец, ням-ням-ням, дәмді екен деп жатыр, рахмет деп жатыр саған, алақай деп қуанып жатыр сиыр. Сөйтіп сөздіңізді көбейтіп, баламен кері байланыс жасап, эмоционалды тұрғыда ойнатып, сондай бір қызықты, әсерлі ойын еткізу, ол сіздің енді қолыңызда. Және де енді қайда кімге береміз? Енді маймылға береміз. Маймыл ням-ням-ням-ням-ням-ням деп жейді. Ой, молодец. Мінекей осындай қылып түрлендіріп ойнатсаңыздар болады. Бұл жерде де мінекей қол-көз координациясы, көру жүйесі, есту қабілеттері, жаңағы түсінігі бәрі дамиды. Және де мына қолмен кестевой праксис дамиды. Алу, салу, мінекей көрдіңіз ба? Ертең өзіне тамақ жеуге де, шашпай төкпей жеуге де күшті ойын. Осындай сыпучий нәрселермен ойнатуға ерінсеңіз, жақсы көрмесеңіз, шашылып қалады деп ерінсеңіз, мінекей мынадай помпончиктар бар ғой, түрлі түсті, оны да берсеңіздер болады. Енді мынаны кел, маймылға берейік, маймыл, мына жерде бізде сиырға берейік, мінекей сиырға бердік. Кезек-кезек айтып отырып, кезек-кезек бергізсеңіздер болады осындай помпончиктарды. Одан кейін 2 жасқа қарай балаға жайлап түстерді түсіндіре бастаған кезде, енді түсті атауын жаттай алмай жатса, әлі атай алмаса да, бала көру, мен сияқты қайталам, мынау қандай түс деген сияқты, мінекей сарыны сарыға саламыз, жасылды жасылға саламыз деген сияқты ойындарды да жайлап беруге болады. Жалпы енді оны асықпасаңыздар болады, түсті үйретуді где-то 3 жастарына қарай үйретсеңіздер болады. Оған дейін білмеуі қорқынышты емес. Және де просто бүйтіп міне тамақтарды беріп алдыңыз ғой, одан кейін баланың осындай пинцет болу керек балада, ұстауға ыңғайлы, жұмсақ, балаға мына 3 саусақ, ертең ручка ұстауға керек, пинцетный щипковый захват дейді, соны дамытуға болады. Мінекей бала осыны алып шығады. Яғни осыны тамақтарын беріп ойнатып алғаннан кейін сізде баланы білесіздер ғой, балада клиповое внимание, ол қазір тез-тез жасап болады да, содан кейін басқа нәрсеге қызып кетеді. Сондайда сіздер түрлендіріп баланың біраз ойнатсаңыздар болады. Ертең келесі жолы сіз біраз кішкене осындай қылып ойната тұратын болсаңыздар, бір ай көлемінде көңіл бөліп, артынан балаңыз
болсаңыз осындай ойындарды өзі құрастырып ойнай беретін болады. Қараңыз, мінекей, балада енді мынаны аламыз. Ой, кез келген стаканды беріңіз деп осыған саламыз. Молодец, енді мынаны аламыз. Бала алып шықты. Ой, жарайсың, молодец, енді мында сал. Молодец, жарайсың, өте тамаша. Сөйтіп ойнатсаңыздар болады. Одан кейін түске бересіздер уже. Қандай түсті алып шықтың? Мынау қандай түс? Жасыл, жарайсың, жасылды жасылға саламыз. Жарайсың, енді қандай түсті? Мынау қандай? Сары, сарыны қайда саламыз? Сарыны сарыға саламыз. Мінекей осылай балаңыздың жасына сай түрлендіріп, болашақта бере берсеңіздер болады. Біз құрбым екеуміз сіздерге керемет бокс дайындап жатырмыз. Достар, мен сіздерге видеоның ішінде айтқанымдай керемет шығармашылық құралдарды көрсеткім келіп отыр. Бұл әрбір ата-анада болуы керек. Қараңыздаршы, әртүрлі ұстайтын осындай шығармашылық наборлар, мынаның барлығы губка, әртүрлі пальчиковый краскаларды сумен ойнаған кезде, әртүрлі сыпучий заттармен ойнаған кезде барлығына керекті құралдар. Мінекей, әртүрлі тактильді жүйені дамытуға әртүрлі пена, гелеобразный, түрлі текстураларды берген кезде ойнатып отыруға болатындай осындай түрлі ойыншықтар. Құммен, балшықпен ойнаған кезде мінекей керемет сыпырғыштар, әртүрлі бәрінің бастары. Осындай губкалар, мінекей әртүрлі диаметрлары барлығы әртүрлі, және ұстайтын жерлерде әртүрлі кисточкалар. Және де осы нәрселердің барлығы, шығармашылық заттардың барлығы бокс болып сатылады. Және де осындай пипеткалар бар. Размерлері де, түстері де әртүрлі. Қараңыздар, өте керемет. Бұл нәрселермен балалармен ертең түрлі түстерді бояған кезде, ватный дискке суды тамызған кезде, мына жерін просто судың өзін ыдыстан алып, басып ойнаған кезде мына жерден су тамады. Соның барлығы баланың саусақ гимнастикасы болып табылады. Пинцетно-щипковый захватына 3 саусақты дамытуға өте күшті ойындардың бірі. Яғни баламнан қысу арқылы суды алып келесіге салады. Просто басып ішінен суды шығарады. Түрлі суды түске бояп, оны мақтаға боятсаңыздар болады. Енді осындай нәрселермен де түрлі күшті ойындарды құрастыруға болады. Осының барлығын біз құрбым екеуміз сіздерге бокс ретінде дайындап ұсынғымыз келеді. Және де бізден бокс алған қыздарға біз осындай наклейкаларды сыйлыққа береміз деп шештік. Бокстың ішінде ассортименттер түрлі болады. Ол бокстарды өздеріңіз ішіндегі құралдарын араластырып алуға болады, өздеріңізге ұнаған. Және де бағалары өте арзан болады. 5 мың мен 10 мың теңгенің аралығында болады. Яғни 5 мың теңгеге де сіз өте ішінде пайдалы құралдары бар керемет бокс жинап ала аласыз. Жеткізілуі 1 апта 10 күннің аралығында болады. Және де ол бокстар өте санаулы. Шығармашылық бокс алған адамдарға да осы наклейкаларды сыйлыққа береміз. Тағы да басқа қазірмен көрсететін боламын, қандай бокстың ішінде құралдар болады. Және де өздеріңіз бүйтіп араластырсаңыздар да болады. Енді сіздер таңдаған заттарыңызға қарай бағалары сол 5 мың мен 10 мыңның аралығында өзгеріп отырады. Және де келесі видеода мен өте күшті бір ойыншықты көрсететін боламын. Ол ойыншық енді барлықтарыңызда болу керек. Келесі видеоны тағы да міндетті түрде қараңыздар. Және де біздің бокстардың бағалары кез келген Каспи, Wildberries дүкендерінен әлде қайда арзан және тиімді. Ішінде не болады? Осындай керемет кітап болады. Мына кітапқа мен ғашық болдым. Мынау ағаш, мына жері ағаш. Қараңыз, суреті қандай әдемі. Бұл ағаштан жасалған кітап. Бейзиборд кітабы. Осы кітапты мінекей куртканы ашады, ашып жабады. Одан кейін мінекей бау бар. Балаға аяқ киім бауын байлауға, жіпті байлауға үйренуге өте керемет. Мынаның барлығын тесіктерден өткізіп шығарудың өзде баланың қолын дамытуға өте керемет. Және оны кейін байлап үйренеді. Оны шешеді, тарқатады, ашады. Одан кейін мына жерде липучка, ашу, жабу. Одан кейін мына жерде ілгекті ашады, салады. Өте сапалы. Біз енді балаларымызбен бірнеше рет ойнап тастадық. Барлығы үзілген жоқ, жыртылған жоқ, жақсы тұр. Одан кейін мінекей мынандай басу арқылы ашып салынады. Мінекей ішінде осындай қыз аю құшақтап тұр. Осындай өте күшті ойыншық, сыйлауға да болады, өзіңізбен жолға алып жүруге де болады. Өте жақсы, маған ұнады. Аш, жап, тақ дегенді ұғымды түсіндіреді.
Одан кейін осындай дәптерлер. Осындай дәптерлердің енді түрі бар. Өзіңізге ұнағанын алсаңыздар болады. Мынаны біздің қыздарымыз уже үлкен қыздарыма да ұнады. Бояп тастады. Бұл кәдімгідей водяной дәптерлер. Осындай маркерлері бар. Именно қайсының екенін ұмытып қалдым, бірақ осындай маркерлер. Мынаны ашасыз, ішіне су құйып бересіз. Сол сумен мынаны бояған кезде астынан түрлі картинкалар шығады. Қандай түрі керек, тоже таңдап алсаңыздар болады. Бұл енді үйінде балаға шығармашылығын бергісі келеді, баланың ручка ұстап үйренгенін жақсы көреді, дамытқысы келеді, бірақ үйде басқа ручкамен сызып тастайды, бояп тастайды дейтін балаларға өте күшті. Осылай балаға суды құйып беріп, водяной маркермен боятсаңыз, бояған сайын астынан сурет шыққаны өте қызықты. Жолға да алып жүруге болады, краска ештеңе бояп тастамайды, самолетке, машинаға, сыйлыққа беруге де болады. Және де өткенде біздің үйге де қонақтар келді, шығарып бере қойдым. Балалар өте отыра қалып тып-тыныш күшті ойнады. Енді мысалға бұны кішкентай балаларға қалай қолданыңыз? 1 жастағы балаларға мысалға мынандай нәрсені әлі ұстай алмайды, жаза алмайтын болады олар. Сондықтан мынандай нәрселерді берсеңіз болады. Мен қасына кішкентай ыдысқа су құйып бердім, мынаны бердім, суға батырып, мына жерге батырып, басып ойна деп бердім. Я, Мансұр соны ойнады. Маған басқан сайын бұл басқа түске боялып, астынан сурет шықты. Вау, мына жерде не шықты? Мына жерде балық, осы сурет өте күшті. Мына балықтар бар. Соны балықтарды басқан кезде астынан балық шығады. Өте қызықты. Мынандай губкалардың түрлі размерлерін балаға ыңғайлысын берсеңіздер болады. Мынандай кисточкалармен берсеңіздер болады. Бояу арқылы бала мынаның түсін өзгертеді. Яғни сондықтан осындай бокстарды жасап алсаңыздар болады. Магнитный осындай күшті дәптер бар. Енді мынандай балалар мына жерде түрлі мінекей суреттері болды. Соны үзіп балалар мына жерге жабыстырып жатыр. Мінекей осындай болып ашылады. Өте күшті. Енді мынау мен 7 жасар, 11 жасар қыздарыма өте ұнады. Бұның да түрлі варианттары бар, әртүрлі суреттері бар. Мына жерде киімдер, мына қыз үй бөлмесін жасап орналастырған. Мына жерде ванная комната. Ванная комнатада қажетті заттар, ұйықтауға жататын киімдері, төсек орындары. Осындайдың да түрлі варианттары бар. Біздегі именно мынау принцессалар екен. Қаншайымдар қыздар болғасын осындай алдырдық. Өте ұнады. Енді бұны орысша сөйлейтін балаңыз болса, қазақша тілін үйретуге, әлде қазақша орысшасы білетін балаларға ағылшын үйретіп жатсаңыз, өте керемет. Біздер қазір мына қыздармен ағылшынша сабақтарын өтіп жатыр. Сондықтан біздер мынаны ағылшынша сөздерді қолдану арқылы үйреніп жатырмыз. Балалар бір нәрсені үйренген кезде қолмен ұстап отырып соны жасайтын болса, сол әрекет жасайтын болса, өте керемет. Мына жерде мысалы toothpaste, soap, towel, comb, тарақ мысалы. Осындай сияқты сөздерді айтып, соны көрсет, немесе соны алдында жабыстыр деп, үлкен балаларға да ойнатуға болатын күшті. Енді кішкентай қыздарға ол итактан айды, 3-тен жоғары балаларға мынаның барлығын ойнату, жолға алып шықсан, бәрі магниттелген, міне алынады магнитпен, многоразовый, өте күшті мінекей ойнады, жабыстырып қойды, орналастырып алып қойсаңыздар болады. Сосын өзіңізбен бірге бір жаққа алып жүруге болатын. Өте күшті, маған ұнады. Бұл енді мен педагог болғаннан кейін, тіпті мамандарға да сабақ барысында балаларды ойнатуға таптырмас құрал. Мынау магнит, бұл магнитный жолақты басқа да, именно осы емес, басқа да суреттеріңізді жабыстырып ойнатуға болады. Және де стакандар, осындай стакандарды да мінекей мынандай коробкамен күштетіп алып қойсаңыздар болады. Мынау 3 жастан жоғары балаларға ойнауға арналған ойын. Мына жерде осындай карточкалар бар, тапсырмалары. Дәл осы тапсырманы 2 адам болып қатарласып ойнайды. Жеңген адам бірінші болып мынаны басу керек. Яғни мына жерде карточкалар берілген. Осы карточкалардағы тапсырмаларды орындап, тез-тез мынаны қайталап орындау керек. Бұл да өте күшті. Дәл суреттегідей етіп қайталау, көріп қайталап орындау баланың көру жадысын жақсы дамытады. Ертең партада отырып тақтадағыны көшіруі, диктант жазған кезде де бала қателеспей жазатын болады. Сондықтан бұл стакандармен түрлі ойындарды құрастыруға болады. Жаңағыдай түстен сортер ретінде қолдансаңыздар болады. Переливание бірдеңе құрастырсаңыз болады. Астына жаңағы тығып тастап қайда деп көрсет. Енді бұл стакандармен менде де YouTube каналым басқа да видеоларым бар. Соны да көрсетсеңіздер болады. Сатылымдағы бокстардың ішіне осы ойыншықтарды да таңдап құрастырып алсаңыз болады. Осындай ойыншықтар, помпончиктармен, кішкентай стаканчиктармен, ол да
түрлі ойындарды құрастыруға болатын, өзіме ұнайтын, өзіме әдейі алған ойыншықтар. Енді мен үйде өз баламды ойнатып отырған ойыншықтармен күшті қылып тиімді бағада бокстар жасап алуға аз ғана осындай ұсыныс жасап отырмын. Енді ол постоянно бола бермейді. Ол енді санаулы болады бокстар, сондықтан алып қалып үлгеріңіздер. Мен үйде осы ойыншықтармен өз балаларымды ойнатып дамытып отырмын. Және де осындай күшті карточкалар бар. Бұл пазлдар да жақсы. Жас жарымнан бастап қолдана беруге болады. Жолға өзіңізбен алып жүруге болатын ойындар. Мінекей, мына жерде піл бар, например, балық бар. Көрсетесіз балаға, мынау не? Мынау піл. Сосын бүйтіп арасын ашамыз да, бір-біріне қосып, піл деп үйретеміз. Сосын 3 ойыншықты алдыңыз, қалай ойнату керек екен айтып жіберейін. Піл, мына жерде тигр. Сосын барып оны бүйтіп бөліп тастаңыз, иә? Тигр қайда? Міне, тағы да тигр қайда? Міне, екеуін қосамыз. Міне, тигр шықты. Осындай комплект ішінде өте көп. Бұл жерде жануарлар, түрлі жануарлар бар. Оны да боксқа қостырып алсаңыз болады. Ал мына жерде күшті, Мансырға қатты ұнайды. Ішінде түрлі транспорттардан қараңыздар, өте көп. Автобус, қандай транспорт бар, соның барлығы бар. Полиция машинасы, вертолет бар, автобус. Оны да барлығын бүйтіп шашып тастамаймыз, қыздар. Бір-бірден, екі-екіден, үш-үштен, максимально үшеу. Кішкентай балаларға өйстіп берген жақсы. Автобус, автобус бірінші құрастырып береміз. Мінекей, мынау автобус. Оны ашып тастаймыз. Сосын екеуін құрастырып көрсетеміз балаға. Сосын автобусты и келесі бір қандай да бір тракторды үйретіңіз, да? Например, мына жерде велосипед. Все, трактор, велосипед. Осыны үйретіп алдыңыз. Содан кейін бір-бірінен ажыратып тастаңыз да, просто автобус қайда? Міне, автобус, тағы біреу қайда? Міне, екеуін қосамыз. Автобус шықты. Мінекей, осындай сияқты қылып үйретеміз. Мынаның барлығын бірден берудің қажеті жоқ. Сөйтіп бөлшек-бөлшектеп үйретіп аламыз. Осы ойыншық маған қатты ұнады. Мансұр осымен күшті ойнайды. Вообще, мынаның өзімен де өте көп ойыншықтарды құрастыруға болады. Қарама-қарсы 2 адамды отырғызып қоямыз, иә? Мінекей, өзінің ішінде осындай күшті доптары бар. Кішкентай доптар. Доппен де ойындарды өте көп құрастыруға болады. Мінекей, қазір бір допты алайық, иә? Міне, 2 адам қарама-қарсы отырады, бір-біріне домалатады. Мінекей, домалатты, маған қарай келді. Мен деп мынаумен ұстап алдым, иә? Мынау мысалға 1 жастан жоғары балаларға өте жақсы. Мынаны қолына беріп қоясыз, ол активный двигательный ойындарға жатады. Мынаны домалатады, бала ұстап алады. Молодец, тағы домалатамыз, ұстап алады. Өте күшті осындай. Одан кейін мынаны былай лақтырсақ ұшып кетеді. Оны кері қағып аласыз. Өте күшті. Енді мына нәрсені 2 адам бір-біріне қарап тұрып ойнайды. Мына адам лақтырады, мына адам қарама-қарсы тұрып қағып алады. Яғни мынаның ішіне түсіру керек. Бұл қол-көз координациясын дамытуға, қол икемділігін дамытуға, физикалық бағытта жүгіріп жүріп ойнайтын өте күшті, сонда ептілікті, жылдамдықты, реакцияны дамытатын өте күшті ойын. Ана телефоннан баланы тұрғызуға өте күшті мынау. Біздікілер үйде күшті болып ойнап жүр. Содан кейін мынаны Мансұрдың өзі қазір жаста 4 ай, мынаны басады, басуға ешқандай қиындығы жоқ. Үйретіп көрсетіп жіберсеңіз, просто ол бүйтіп басқан кезде мына доптың ұшқанына тырқылдап күліп мәз болып ойнайды. Ал біз ар жағынан тұрып, оны қолмен қағып аламыз. Мансұр басады, біз қағып аламыз. Кері ішіне лақтырамыз, кері басады. Мінекей, сонда бұл ойын 1 жас 4 ай, 1,5 жастан бастап ары қарай ойнай беруге болады. Біз 11 жастан үлкендер, менің өзіме қызық, мен осы ойынмен прям күшті қызығып ойнаймын. Сондықтан осы нәрсені де активный белсенді ойындардың бірі боксқа қостырып алсаңыздар да болады. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше менің парақшама тіркеліп қойыңыздар. Сіздерге осындай күшті обзорларды көрсететін боламын. Сау болыңыздар.